Асжат Сүгіровтің қазақ әдебиетіне қосқан ерекше поэмасы. Құлагер поэмасы 1936 жылы қараша айында «Социалистік Қазақстан» газетінің бірнеше шығарылымдарында жарияланды. Басталды әңгіменің былай басы. Болды оған 80-90 жас шамасы. Арқада еременді ерең еткен, керейде сағынайдың болып тасы. Ақын мен тұлпардың ажырамас тұтастығы. Жалғыз құлагер үшін 100, 1000, тіпті одан да көп жылқы берем десе де көнбеген. Себебі ол ерекше тұлпар. Сүйікті тұлпары құлагер жайлы суық жаңалықты естіп, қандай жолмен өлім кешкен, адамның сондай қатыгездігін көрген тұлпарын мәңгі жүрегінде сақтап, баласын алып орманға көшуі. Бұл оқиғаның жалғасы қызық болса, кітаптан оқуларыңызға кеңес берем.